Жаз айы. Таңертеңгі таза ауа адамның тынысын кеңейтіп, сергітіп жібергендей. Қолында көнетөз портфелі бар, үстінде ескі костюм, ақ жейдесінің жағасы мұқала бастаған, қызыл ала түсі өңіп кеткен жуан галстугы бар адам бақтағы ұзын орындықтардың үстінде отыр. Қолындағы портфелін тізесіне қойып, екі қолымен портфелден ұстап алған. Құтты бір партада отырған оқушы баладай. Көзіндегі әйнегі қалың көзілдірігін алып, қалтасындағы беторамалмен сүрте бастады. Жан-жағына қарап, алаңдап отырған сыңайлы. Біреуді күтіп отыр. Жас шамасы 40-тан асқан, сырт көзге қарағанда советтік кезеңдегі колхоздарда болатын есепші, яғни счетчик деп қаларсыз. Орта бойлы, айрықша келген ат жақты Берік есімді жігіт болатын. Осы уақытта жергілікті коммерсант Айдос деген жігітпен кездеспекші. Коммерцияның қылмыс әлемімен аралас екені белгілі. Көп кешіктірмей ол да келді. Қасындағы оққағарларын кейінге қалдырып, Берікке жақындап келді. Өз ойымен отырған Берік жанына келген жігітке басын көтерместен тапсырма орындалды. Міне дәлел деп, көне портфелінен суретті шығарды да бере салды. Суреттерге ұзақ қараған жігіт қалтасынан шалпиған қағаз орамды шығарды да Берікке берді. Санап ал, мүмкін алдаған шығармын, деген Айдос Берікке қарады. Мырс етіп күлген Берік: мен саған сенем, алдасаң саған қиын болады. Сен оны өзің білесің, деп портфелін асықпай ашып, орам қағазды ішіне салды да, басын изеп, өз жөнімен кете барды. Енгі жерде оққағарлары бастығының қасына келіп, кетіп бара жатқан Берікті менсінбей: базеке, мынаған сонша ақша бердіңіз, түрі мынау сорлыны өзіміз ақ сындыра салатын едік қой, деп көкей сөйледі. Ашу қысқан Айдос: сендер бұның кім екенін білесіңдер ме? Ал сындырып көріңдер, көрейік күштеріңді. Сосын екеуінің өліктерінде Қазақстанның қай қаласының қоқыс жәшігінен табар екенбіз. Сындырамыз дейді ғой сорлылар, деп орнынан тұрды да машинасына қарай кете барды. Түкке түсінбеген екі жігіт бүкірейіп алып, алыста кетіп бара жатқан Беріктің соңынан ұзақ қарады. Осыдан бірнеше күн бұрын осы Айдос сотта кедергі болып жүрген бір куәгердің көзін жою керек екенін айтып, Берікке тапсырма берген болатын. Алғашқыда ол да осылай менсінбеген Беріктің түріне қарап. Бірақ бірнеше күн өткеннен соң, қанша оққағарларына, қанша бақылау камераларына білдірмей, үйге кіріп шомылып жатқан Айдостың маңдайына тапанша тақағанда ғана көзі жеткен. Көсілдірігін саусағымен дұрыстап қойып Берік: енді сенесің бе, деп мырс етіп күлді де, қалай келсе солай жоқ қылып кетеді. Жуынатын бөлмеден жүгіріп шығып, дереу бақылау камераларын тексерген Айдос күдікті ештеңе байқамаған. Айдос тұрған бойы ұзақ ойланып, бұл жігіттің тегін адам емесенін сезген. Машинасына жайғасып, қасындағы оққағарларын отырғызды да, қалтасындағы суреттерді алып қарай бастады. Кешегі өзіне кедергі болған адам аяқ астынан жүрек ауруынан қайтыс болыпты, және арнайы анықтамасы да бар. Оның өзі аңтан. Көп ойланбастан өзін Берікпен таныстырған атақты ұры, осы қаланың бақылаушысы, бірнеше рет сотталған Тыртық Бақаға келді. Бетіндегі үлкен тыртық оның осылай аталуына себепші болғандай. Зәулім 2 қабатты коттедждің алдына келіп, машинасынан түсті де есікке қарай беттеді. Келген қонағын камерадан байқап отырған Бақа оның алдынан шығып, қонақжайлық танытты. Амандық сұрасқаннан кейін көп ұзамай Бақадан Айдос Берік туралы сұрай бастады. О, асықпа бауырым.
Отыр, демал, әңгіме ұзақ болады. Керек етсең, керек етпесең асықсаң, анау жолың әне, уақытымды алма деп қонағын жөнге салды. Амалсыздан көнген ол өзінің қызықтырған әңгімені естіпей кетпейтінін айтып жайғасып отырды. Баха асықпай стол үстінде орналасқан сусындардан өзіне және қонағына құйды да әңгімесін жалғастырды. Мен бухгалтермен 1988 жылы жазында Ташкентте 3-ші рет сотталып бара жатқанда уақытша қамау изоляторында кездескенмін. Күн ыстық, кішкентай аядай камерада адам оқ толы, ауа жоқ. Бірде кешке біздің камераға орта бойлы арақ көзілдірікті жігітті алып келді де кіргізді. Түріне қарасаң бір науқас адам секілді, әлжуаз. Камераға кіргеннен тұрып қалды. Бата алмай тұрған сыңайлы. Маған алғашқыда ұнамаған ол. Онша мән бермей отыра бердім. Іште неше рет сотталып бұрыннан келе жатқан пысық жігіттер бар болады. Соның бірі Князь деген есімді жігіт тиісе сөйлеп, оның алдынан шықты. Оны айналып өтіп, көзілдірігін алды да әйнегіне түкіріп өзіне қайтарып берді. Камера іші қар-қар күлкіге батты. Үндемей қалтасынан бет орамалын алған ол көзілдірігін сүртіп, бекер бүйттің, деді. Камерадағылар күлкіге қарық болды. Сонда не істейсің, ей, сорлы, сенің орның ана жерде, деп дәретханды нұсқады. Жарайды, жатыңдар, ертеңде күн бар. Сен ана бос орынға жайғаса сал, ертең көрерміз сенің бағың, деп ортамызда беделді ұрымыса шешімін айтты. Князь амалсыз қыр көрсете орнына отырды. Бәріміз жатып қалдық. Таңертең әдеттегідей түрме кезекшілерінің айқайымен бәріміз ояндық. Сол кезде өлді, өлді деген дауыс шықты. Бәріміз жүгіріп князь жатқан тапаншаға келдік. Көзі ашық қалған князь тілін шайнап жатып өліп кетіпті. Денесінде бірде-бір дақ немесе із жоқ. Тез арада түрме іші дүрлікті де қалды. Тексеру, тергеу басталды да кетті. Көрдім, білдім, бір адам жоқ. Ақыры сот медсараптау өкілі жүрек ауруынан қайтыс болды деп анықтамаға қол қойды. Абыр-сабыр басылды. Бәріміз оңаша тұрған кешегі жігітке көзіміз түсті. Оны тіпті ұмытып кетіппіз. Сол кезде Мұса, ей, бухгалтер, бері кел деп өзіне шақырды. Өзімнің беделімді пайдаланып мен де бардым. Оңаша Мұсаның тапшанына келіп отырдық. Ол түргеліп тұр. Сен бе, деді Мұса ақырын жан-жағына қарап. Бухгалтер, өтірік айтпа, кеңірдегің суыр боламын, деді ол темекісін тұтатып. Ұзақ үнсіздіктен соң, я, мен, деді жігіт. Мұсаның бойы ашу қартап кетті. Есіңде болсын, бұл жерде мені ұлықсатсымсыз ешкім дем де ала алмайды. Ал сен адам өлтірдің, деді ол. Жан-жағына қарап ақырын ғана. Мен не болар екен деп үндемей отырдым. Не болса да Мұса оны жазалаған жоқ. Тек камерадағыларға қарап, бухгалтерге тимеңдер, ол өзіміздің адам, деп үкімін айтты. Содан ол бухгалтер атанып кетті. Кейбіреулер тіпті оның атын да білмейді. Бухгалтер өз жөнімен өмір сүре берді. Арада бірнеше күн өтті. Мен Мұсаға келіп, не болғанын сұрадым. Мұса, сен беделді арестантсың, конечно. Сонда да бухгалтерге неге жаның аши қалды? Әлде мен білмейтін құпия бар ма, дедім. Қанша дегенмен бұрыннан келе жатқан тұтқын стажым бар дегендей. Мұса құлағыма жақындап келіп, жақында бәрі өзгереді. Өмір, мемлекет дегендей. Сол кезде бухгалтер ана жақта бізге керек болады. Сен менімен біргесің бе, деп темір тордың ар жағын көрсетті. Сол кезде кейбір адамдар үлкен өзгеріс болатынын білген екен. Әйтпесе байлар қайдан шықты? Совет кезінде бәріміз бірдей едік қой.
Міне солай деп бақа бақырая Айдосқа қарады. Жарайды, бұғалтырға не болды? Кінәзді қалай өлтірген деп сұрады Айдос. Оған не болушы еді? Мұсадай қорғаушы тұрғанда. Бұғалтыр бұрын мектепте жүргенде химия пәнін жақсы көрген екен. Оның айтуы бойынша. Химик болуды армандаған. Мектепте онша беделі болмағанға ұқсайды. Көзден нашар көреді, өзі де бір ұяң. Қатарындағылар әрдайым мазақ қылатын, шын досы да жоқ болады. Бірақ химияға деген әуестігі арта түскен. Мектепті бітіре салып, жоғарғы оқу орнына қиналмай өзін атқан химия бөліміне түседі. Институттың 3-ші курсында жүргенде әскер қатарына шақырылады. Қалай екенін қайдам, әлде біреудің орнына тығып жіберді ме білмеймін. Әйтеуір комиссиядан аман есен өтіп, Белорусиядағы дайындық орталығына біріне түседі. 6 ай дайындықтан соң бұларды Ауғанстанға жібереді. Дайындық орталығынан сапер мамандығы бойынша дәріс алған ол курсты үздігімен бітіріп, көп ұзамай өзінің қатарына алды болады. Химияға деген құмарлығы артып, енді олар улау және улар туралы қызықтырады. Ізденіп көп оқиды. Мен сұраған кінәзді ол кәдімгі түйреуішпен өлтірген. Оның айтуы бойынша Амазонкадағы тұрғылықты халық аңға шыққанда жебелерін ұштарын сондағы ағаш бақасының оң жағады екен. Жебе тиген аң жүрегі тоқтап өледі. Міне, ол медицинада да көп қолданады, аз мөлшерде әрине, жараға жағамыз, тағысы тағы. Ал егер сол уды қайтадан химиялық жолмен сол баяғы табиғи қалпына келтірсе, ол қорқынышты қару. Оны бұғалтыр жақсы меңгерген. Ол камераға ұшы уланған түйреуіш алып кірген. Түнде ұйықтап жатқан кінәзді ол желкесінен ғана түйреп алған. Сөйтіп, ол батырдың жүректен өлгені бұл шыға келген. Міне қызық, ол өзінің көзінің нашар көресін әскерге қалай білдірмеген, деді Айтас таңғанғанын жасырмай. Елге қайтарамыз деген рапорт жазып, өз еркімен қалған. Ол кезде интернационалды борыш дегенді комсомол қатты қолдап тұрған кез ғой. Оны қалдырған, онысы елге беделді болып оралу, өзінің мазақ қылған құрбыларының алдында азда болса көтерілу еді. Балалық қой әрине. Ол жақта ерлікте жасап үлгерген. Медальмен марапатталған. Елге оралады. Елде болып жатқаны мынау, ешкім түсініп болар емес. Жекелендіру кооператив рекет бас дейтіндер ұрынып қалды әрине. Қалғандары жер сипап қала берді. Оны өзіңде білесің ғой, несін айта берейін. Сөйтіп біздің бұғалтыр оқу орнына қайтып келіп, қайтадан оқуын жалғастырады. Заман ауырлап, өмір сүру қиындап кетеді. Әкесі ертеде қайтыс болған, зейнеткер анасы бар. Бірде оны бірге оқитын студент танысы азда бақша тапқын келе ме деп сұрайды. Бұғалтыр көп ойланбастан келісе кетеді әрине. Досы, бір жақсы адамдарға жарлығыш жасап беру керек. Сен әскерде сапер болдың ғой, деп қолға салады. Аптекаға барып, қоспаларды алып, жарлығыш жасайды. Оның сөзі бойынша кәдімгі асханада не бар? Қант, тұз, тақсы тағы дегендей үйде отырып жарлығыш жасауға болады екен. Бірнеше күннен кейін соң танысы келіп тапсырысты алып, қолына қомақ ақша беріп кетеді. Мәз болып бұл қалады. Осылай күн санап тапсырыста көбейе түседі. Олар да ырза, бұл да ырза. Милиция тілімен айтқанда, біртіндеп ол қылмыс әлеміне кіргенін байқамай қалады. Әрине оқу жөніне қалады. Бірде сәтті өткен істерін жумақ болған браткалар оны өздерімен бірге ала келеді мейрамханаға. Аздап алыңқыраған бұғалтыр сол жерде мақтарып, у жасай алатынын айтып береді. Құлағы түрік жүрген жігіттер оны басшыларына жеткізеді. Сол кезден бастап қылмыстық топтың мүшесі,
яғни киллер болып шыға келеді. Міне, көп ұзамай бухгалтерге тапсырма түседі. Жоғарыда жақта жүрген бір адамның көзін жою керек болады. Оның көзін құрту оңай шаруа емес. Ол бір өте сақ адам. Машинамен жүргенде біріне ұқсас машиналар мен колонна болып жүреді. Жолда машиналар әрине орындармен алмасып отырады. Оның қай машинада келе жатқанын білу мүмкін емес. Мергендік қолтықпен де ала алмайсыз. Оның керек шамалы. 2-7 дайындалып, бухгалтер іске кіріседі. Клиенттің үйін асықпай айналып, сыртынан бақылайды. Бірде ол аула сыпыратын жігіттің арбасын сүйретіп, күзетшілермен қоштасып, ауладан шығып бара жатқанын көреді. Аула сыпырушы жігіттің соңынан еріп, оның тұрағын біліп алады да, дүкенге барып, арақ алып қайтып келіп, оның есігін қағады. Есікті ашқан аула сыпырушы табалдырықта күлімсіреп тұрған бухгалтерді көреді. Не керек? дейді ол. Жұмыс іздеп жүредім, қарапайым жұмыс болса болғаны, деп бухгалтер бүләйімсіп қалады. Мені саған жұмыс беруші деп кім айтты? Жоғалт көзіңді. Адамның басы ауырып сынып тұрғанда деп тұрған жігіт, бухгалтер ұсынған арақты көріп, басыменен ымдап кір дегендей сыңай танытады. Бухгалтердің мына сүмірейген түріне қарап, шынымен-ақ бір мүсәпір адам екен деп ойлайды. Танысып, білісіп, бірнеше рет арақтан алғаннан кейін ол бухгалтерге көмектесетінін айтады. Көп ұзамай ұйқыға кетеді. Араққа қосылған клофелин қойсын ба, қорлыға басады. Таңертең бухгалтер аула сыпырушының киімін киіп алып, коттедж жаққа арбасын сүйреп барады. Аулаға жақындағанда күзетші: "Сереге қайда? Алқаш неме, тағы мас па? Сен кімсің?" деп сұрайды. Бухгалтер әдейі кекештене: "Мені жіберді" деп жауап береді. Түріне қарап аяп кеткен күзетші: "Кіре бер, тек бастық келемін дегенше жұмысыңды бітіріп шық. Ол бүгін достарымен бильярд ойнайды. Сол жерді жақсылап тазала, түсіндің бе? Көзіне көрінбе" дегенді айтып, оны кіргізеді. Оған да керегі осы еді. Тездетіп бильярд ойнайтын жерді табады. Көп шарлардың ішінен 3-ші нөмірлі шарды алып қалтасына салады да, қоқыстағы арбаға тиеп, қоқыс тастайтын жерге бара жатқандай жүре береді. Күзетшінің бұнымен шаруасы болмайды. Күнде болып жатқан тіршілік емес пе? Назар тақа салмай, өз ісімен отыра береді. Тездетіп аула сыпырушының үйіне келеді. Серега мас күйі ұйықтап жатыр. Алып келген шарды алады да, 3-ші деген қағаз белгіні қайнап тұрған шайнектің ыстық буына ұстап тұрады да, асықпай, ақтықпай, жыртпай ақырын ғана пинцетпен алады. Өзімен алып келген аспалы сөмкесінен құралдарын алып, шардың ортасын теседі. Ішін кеңейтеді, үңгейді. Ақырын оны жарылғыш затпен толтырады да, білтесін 3 деген жазудың астына жапсырады. Да, 3 деген жазуды орнына қайтан жапсырып қояды. Соққы тиген кезде білте тұтанып, шар жарылады. Жарылыс күші оның есебі бойынша сол бильярд алаңынан ештеме қалмау керек. Бухгалтер оны жақсы біледі. Шарды қалтасына ақырын салып, қоқыс торбасын сүйретіп, қайтадан қораға кіреді. Әдеттегідей күзетшінің бұнымен ісі жоқ. Ақырын басып шарды орнына қояды. Шаруасын бітіріп, күзетшімен қоштасып, Серегені үйіне келеді. Мәңгіріп сөйлеп отырған Серегаға тағы арақ беріп ұйықтатып тастайды. Кештің болуын күтеді. Көп кешікпей коттедж жақ абыр-сабыр болып, музыка, қыз-келіншектердің күлкісі, еркектердің дауысы естіліп жатады. Құлағын түріп отқан бухгалтер сатырлаған бильярд таяқтарының дауысын ести бастайды. Ақырын санай бастайды. 1-ші соққы, 2-ші соққы, 3-ші соққы дей берген кезде жарылыс болады. Айқай-шу, шыңғырған әйелдердің дауысы,
Еркектер ойдың ойбайы. Бухгалтер болса портфелін алып, аялдама жаққа кетіп бара жатады. Ұзақ үнсіздіктен соң Бақа тағы бірде ол тіпті шахматтың көмегімен біреудің көзін құтқан. Тапсырмамен әрине. Ол кісінің шахмат десе ішкен асын жерге қоятынын білген бухгалтер ертерек келіп, шахмат тақтайын тесіп, білтенің бұрышын тақтайдың астына түйіп бекітіп, ал бұрышын шахмат фигурасын ішіне толтырған жарылғыспен бекітіп кетеді. Фигураны жылыстырмақ болып көтергенде жарылыс болып, қарсыласымыз көкке ұшқан. Міне, бухгалтер осындай, деп Бақа сөзін аяқтайды. Айдос ойлана отырып, оны неге түрмеге қамайды? Неменен ұсталды деген соң Бақа қолындағы ыдысына тағы да арақ құйып, әңгімесін жалғастырады. Оған қойған күнә дәлелсіз еді. Милиция білген, менің дәлелі жоқ, көрдім деген адам жоқ. Көп замай оны босатып жіберу керек, деп рахаттана арақтан тартып отырды. Айдос вискиден гөрі арақты ұнататын. Ол арақ құйып алды да орнына келіп жайғасты. Сонда Мұса оны бұрыннан білген ғой, деп Айдос ыдысындағы арақты тартып жіберді де, тынысын тартып алманы ескелеп біраз отырды. Әрине білген. Тордың ішіндегілер тордың сыртында не болып жатқанын жақсы біледі. Сымсыз телефон деген бар ғой. Ол таңданатын нәрсе емес деген Бақа керіліп орнынан тұрды да, аулаға қыдырайық деп Айдосқа қолқа салды. Амалсыз Айдос ізіне ереді. Әр әңгіменің басын шалып, өткен кеткенде еске алып біраз қыдырады. Ақыры даладағы күн қағардың астына келіп орналасады. Қозғалмалы креслоға жайғасқан Бақа: «Сен неге бухгалтер туралы көп білгің келіп жүр?» деп көзін қысып білген болды. «Көп білген ерте артаяды деген бар. Ерте кетіп қалып жүрме?» деген ол әңгімесін екішті. Сасып қалған Айдос: «Жай сұрағаным ғой» деп жұлып шайған болды. «Оның көмегі арзан тұрмайды ғой, ақшасын қайда жіберіп жатыр?» деп әңгімені басқа арнаға бұрады. Ол да бір қызық дүние, түсіну қиын. Әскерде жүргенде қызметте бірге болған досы оны ажалдан алып қалады. Ол бұлай болған. Орталықтан шыққан керуенге доқтар шабуыл жасап қырып тастайды. Таулы жер емес пе? Тосыннан шабуылға ыңғайлы. Доқтар кетерде жолды миналап тастайды. Керуен жүру керек, алыстағы бекеттерге қару жарақ, тамақ жеткізу керек, әскер ауыстыру мүмкіндік жоқ. Жол жабылып қалады. Жолды тазалауға бухгалтердің взводын жібереді. Күн ыстық, күтпеген жерден доқтар келіп қалуы мүмкін. Осындай абыр-сабыр кезде бухгалтер байқамай минаны басып қалады. Өзіне тән дыбыс шыққанын сезген досы: «Берік, қозғалма» деп айқайлайды. Бухгалтер қозғалмауға тырысып қара терге түседі. Бір жағынан қорқыныш та бар. Ащы тер көзінен ағып әрең тұр. Досы ақырында басып оның қасына келеді. Жата қалып минаны залалсыздандыруға кіріседі. Арада көп уақыт өтеді. Минаның бетін желеп тазалаған ол Беріктің аяғы дәл оттықтың үстін басып тұрғанын көреді. Сөйлесуге шамасы келмей тұрған Беріктің аяғы қалтырап, сол кезде ол бар пәрменімен Берікті итеріп жіберіп, минаның үстінен өзі құлай кетеді. Беріктің есінде қалғаны жарылыс, ар жағы тас қараңғы. Ұрыс таласынан достар арқалап алып шығады. Есін госпитальде Шымкентте жинайды. Осы ерлігі үшін қаза тапқан досын Қызыл жұлдыз орденімен марапаттайды. Ауыр жарақаттан жазылып, ол қайтадан ауған жеріне келеді. Қаза тапқан досының жан ұясыменен хат арқылы жазысып, өзінің өмірі үшін олардың алдында қарыздар екенін айтады. Қолдан келгенше көмектесетінін айтып уәде береді. Көп ұзамай әскерден ұрылады. Ал ар жағы сен білесің. Қолына түскен ақшасын қаза тапқан досының жанұясына жібереді, жарысını өзі үйіне жаратады. Осы кездегі Робин Гуд: «Міне енді сен көп нәрсені білесің. Бухгалтер өз ісінің маманы. Сенің не сұрайын деп отырғаныңды білемін», деді Бақа. Көп кешікпей болса бостандыққа шығады.
Бухгалтердің ісін адам салып жоқ қылып жібереді. Бухгалтерді босатады. Бухгалтердің көмегімен ол біраз қарсыластарының көзін жоқ қылады. Тағы да дәлел жоқ. Милиция тығырыққа тіреледі. Арада бірнеше жыл салып, мен де бостандыққа шыққанда, мені Мұса мен бухгалтер қарсы алған. Мен Мұсамен бірлесіп біраз тірлік жасадық. Бухгалтердің көмегімен әрине. Содан кейін арнайы қызмет өкілдері бухгалтерді қызықтыра бастайды. Біреу жеткізгенге ұқсайды. Біз оны қолдан келгенше жасыруға тырыстық, деп Бақа сөзін аяқтайды. Менің тапсырмамды қалай орындаған? Деп Айдос қызығушылығын танытты. Оларды ма? Кешке кафеге кездесуге келген соң, сенің достарың әрине сені күтіп отырады. Ал бухгалтер ертерек келіп даяшының киімін киіп алып, оларға қызмет көрсетеді. Қолындағы оймағын алып, саусағына абайлап киіп, оймақтың иненің ұшы көрінер-көрінбес болып шығып тұр. Ол иненің ұшына ол өзің білетін у жағылған. Абайлап келіп біреуінің желкесінен тығып алады. Столды айналып арақ құйғаны болып жүріп, екіншісіне байқамай тиіп алады. Екеуі де қатып қалады. Киімін ауыстырып, бухгалтер аялдамаға келіп, автобус күтіп отыра береді. Деген Бақа Айдосқа ұзақ қарайды. Бақаның өткіз көзі жегідей жеп барады. Ыңғайсызданған Айдос, бухгалтерді кім сатпақ болған деп, әңгімені барсын басқа жаққа бұрмақ болып. Мұса дейді Бақа жайғада. Сонда қалай? Бірге жүріп осындай сатқындыққа барған? Деген Айдос сенер-сенбесін білмей. Ондайда қыздар болған. Мұса бұрыннан арнайы қызметтің қарамағында болған екен. Керекті ақпараттарды Мұса арқылы біліп отырған олар. Біз оның көп замай көзін құртуға бел будық. Ол тапсырманы әлбетте бухгалтер орындаған. Машинасымен қосып жарып жібергенбіз. Бір қызығы ол өлетінін білген, және кім өлтіретінін шейін білген. Енді міне араға көп жыл салып, тағы да біреулер бухгалтер екеумізді сатпақ болып жүргенге ұқсайды. Сен ештеңе естіген жоқсың ба деп Айдосқа қарайды. Ол не дегені бауырым? Ештеңе естігем жоқ. Сен мені білесің ғой, естісем бірден айтамын ғой, деп ол ағынан жарылады. Ал мен білем сатқынды. Ол сен кешегі адамдарды сен арнайы қызметтің тапсырмасыменен көзін құрттың. Себебі оларға дәлел керек. Сенің сексот екеніңді бұрыннан білемін дегенде Айдостың жаны көзіне көрінгенде әсер етті. Сасқаннан ақтала жөнелді. Бұлттай сұстанып отырған Бақа кенеттен күліп жіберді. Қой, ойнап айтам, сенде нем бар? Дегенде ғана жаны орнына түскендей болды. Сол кезде қақпаны салдырлатып бухгалтер кіріп келеді. Көзілдірігін сүртіп ұзақ тұрды да, сенде шаруам бар деп Бақаға қарайды. Осы кезді пайдаланған Айдос тез-тез қоштасып кете барады. Бухгалтер қол сағатына қарап санай бастайды. Айдос машинасына отырып кетіп қалады. Көп замай жарылыс болады. Алыстан көрінген қара түсімге қарап тұрған Бақа, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деген бұрынғылар деп бухгалтерге қарайды. Ол болса жас балаша күліп тұр. Көп замай қара түтін сейіліп жоқ болып кетеді. Қанша қатегіз болса да өмір деген тәтті ғой. Жарысты көруге жиналған жұрт тарай бастайды. Әркім өз ойымен, өз тірлігіне кете береді. Өмір деген өз арнасымен